Қайырлы күн достар. Жаңа жылдық дастарханға дәстүрлі оливье салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге буға пісірілген картоп, сәбіз, суда қайнатып пісірілген жұмыртқа, жасыл бұрыш, индейкадан халал колбаса, тұздалған қияр қажет. Картопты, сәбізді, колбасаны, тұздалған қиярды кубик тәрізді ірілеу етіп тураймыз. Содан соң піскен жұмыртқаның ағын сарысынан ажыратып, ағын ғана турап қосамыз. Жасыл бұрышты саламыз, үстінен қаймақты қосып, іші терең үлкен ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Тарелкаларға салып, ас-көкпен сәндеп, дастарханға ұсынуға болады. Міне достар, дәмі тіл үйіретін оливье салаты дайын болды. Мерекелік дастарханның сәнін келтіреді және тойымды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.